Қыздар, келесі нәрсе, әр адам өз өмірінің авторы. Мен, өздеріңізге жазып алыңыздар, мен өз өмірімнің авторымын. Бұл дегеніміз не? Авторымын. Біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, Аллах тағала тарапынан 4 нәрсе. Адам баласында тағдыр мәселесінде ажал және де қабілет өзгермейді. Яғни қанша жыл бізге өмір сүру бұйырылса, 60, 70, 80, 90 иншалла, иә, сонша жыл біз өмір сүреміз. Ол Алланың бізге берген сыйы, ажал ол өзгертілмейді. Екінші нәрсе қабілет. Мысалы, менің психологияға деген қабілетім бар, бірақ менің физика, математика, химия деген сияқты салаларға менде мүлдем қабілетім жоқ. Әрине, оны өзімді қинап дамытсам болады, бірақ Аллах тағала бізге жеңіл жолды берген ғой. Мысалы, мен психологияны берді, психология саласын зерттеп, өз-өзімді танып, адамдарды танып, адамдардың бақытты болуына үлесімді қоссам болады. Бұл менің қабілетім, екінші. Енді қараңыз, бұл екі нәрсе өзгертілмейді. Өзгертілетін екі нәрсе бар. Ол адамның бірінші кезекте бақытты немесе бақытсыз болуы, екіншісі бай немесе кедей болуы. Біз алдыңғы сабақтарда айттық, көп адам жертвалықта өмір сүреді. Мені Құдай осындай қылды ғой, енді қайтем, басыма салғаны осы деген сияқты жертвалықта өмір сүреді. Бірақ біз бұл жерде өз өміріміздің авторымыз өзіміз, біз автор өзіміз. Қандай шешім қабылдаймыз, қандай жолды таңдаймыз. Кез келген адам таңертең оянған кезде ол адамның алдында бірнеше жол тұрады. Мысалы, қараңыз, сіз мына жерде тұрсыз, мысалы, сіз мына жерде тұрсыз. Бүгін күнімен үйде ұйықтаумен өткізсеңіз, сіздің сол ұйықтаумен өткізілетін тағдырыңыз жазылған Алла тарапынан. Жоқ, мен күнімен ұйықтамаймын, мен бүгін қоғамға пайдалы болам, мен білім алам, біліммен бөлісем, немесе басқа да бір кәсіптер жасаймын деп екінші жолды таңдасаңыз, екінші жолыңызбен сіздің тағдырыңыз жазылған. Жоқ, мен бүгін үй жинаймын, үйіме өзімді арнаймын десеңіз, олай да сіздің тағдырыңыз жазылған. Сонда Аллах тағала мына жерде, мысалы, сіз мына жерде тұрсаңыз, мына жерде тұрсаңыз, сізге былай бірнеше жол сізге мүмкіндік береді өзіңізге шешім қабылдауға. Яғни бай боласыз ба, жоқ кедей боласыз ба, бақытты боласыз ба, жоқ әлде бақытсыз боласыз ба, сіз бұл жерде не істейсіз? Сіз шешім қабылдайсыз. Сол үшін де, қыздар, кеше алдыңғы сабақта біз айттық, перерешение, жаңа шешім қабылдау. Осы уақытқа дейін менің өмірім осылай болды, рахмет, альхамдулиллах, мен одан өзіме опыт алдым, енді ары қарай мен басқаша өмір сүремін. Мен саналы, сапалы, мәнді, сәнді өмір сүремін. Осыны міндетті түрде жазып алыңыздар. Болашақта өзіңізге келетін клиентті де сіз осы ересек позициясына көркем түрде алып келуіңіз керек. Енді мына жерде осы мен өз өмірімнің авторымын деген нәрсеге мен сіздерге мынандай бір домалақ сызып көрсеткім келіп тұр. Мына жерде ең бірінші кезекте, қыздар, қараңыздар, бұл сіздердің жаңағы алдыңғы сабақта айтылғандай қоғаммен қарым-қатынасыңыздың дұрыс жолы. Я плюс я. Мен және мен. Бұл біріншісі. Яғни бұл жерде адамның өз-өзімен қарым-қатынасы дұрыс болу керек. Егер сіз, бағана айттық қой, психологиялық шешімде бірінші кезекте адам өз-өзімен мәміледе дұрыс болу керек. Өз-өзімен мәміледе дұрыс болған адам ол Раббысын таниды. Одан кейін өз-өзімен дұрыс мәміледе болған, коммуникацияны бірінші кезекте өзімен дұрыс құрған адам ол өзге адамдармен де коммуникация құра алады. Неге бізде қыздар ата-енесімен, жолдасымен, басқа да бір абысын, туыстарымен қарым-қатынасты дұрыс келтіре алмай жатады? Өйткені оның өз-өзімен мәмілесі дұрыс емес.
алдыңғы сабақта айттық қой, сіз не сезіп тұрсыз, сіз қалай ойлайсыз деген сияқты сұрақтарды адам өз өзіне қоя білу керек. Өз өзіне ол сұрақтарды қоя білмегеннен кейін ол адам өзімен өзі коммуникация құра алмайды. Келесі нәрсе я плюс ты. Ол екіншісі я плюс ты. Я плюс ты дегеніміз ол отношение. Яғни сіз өз өзіңізбен дұрыс қарым-қатынас құрғаннан кейін барып қана сіз жолдасыңызбен де жақсы қарым-қатынас құра аласыз. Бұл я плюс ты ол отношение. Созависимый отношение деген ол мысалы әйел адам шын мәнінде ересек позициясында болатын болса, ол барлық бақытын күйеуіне байламайды. Өз өзімен дұрыс мәміледе бола алмағаннан кейін ол не істейді? Барлық нәрсені күйеуіне байлап қояды. Мені қыдыртатын ол, маған жақсы нәрсе әперетін ол, маған барлық жақсы эмоцияны сыйлайтын күйеуім болды. Он обязан. То есть он это обязан деген сияқты түсінікте болған кезде мына отношение дұрыс болмайды. Ал ол отношение дұрыс болмайды. Неге? Өйткені ол адамның өз-өзімен мәмілесі дұрыс емес. Ересек позициясы дамымаған. Бұл әлі бөпе адам ғой, былайша айтқанда. Енді я плюс общество. Яғни я плюс общество деген ол біздің қоғам, иә? Қоғаммен қарым-қатынасымыз. Ол жерде сіздің ата-анаңыз бар өзіңіздің, ол жерде ата-енеңіз бар. Енді осы жерде қыздар айтқым келетін нәрсе, мысалы, егер сіз күйеуге шықпаған болсаңыз, бүгінгі таңда бірінші кезекте өз-өзіңізбен мәмілені құрасыз, екінші кезекте ата-анаңызбен көркем мәміле құрып, ересек позициясында өмір сүріп, сапалы, мәнді, сәнді өмірге қадам басқаннан кейін ғана күйеуге шығуға кеңес беремін. Неге? Өйткені сіз қазір мына өз-өзіңізбен мәмілеңіз дұрыс болмаса, сіз мына отношениеңіз де дұрыс болмайды. Оған қоса қыздар, сіз қайын жұртыңыздың семьясына барасыз ғой, жаңағы жолдасыңыздың семьясына барған кезде x10 болады ғой. Бүгінгі сіздің ата-анаңызбен болып жатқан жаңағыдай травмалар, былайша айтқан кезде, келісе алмай жатқан мәселелер x10 болады. 10 есе артып кетеді. Ол нәрсе 10 есе артып кетеді. Өйткені бүгінгі таңда өзіңіздің ата-анаңызбен мәмілеге келе алмай жатқаннан кейін басқа жаңа отбасыға барғанда, жаңа отбасыда жаңа ережелер. Ол жерде жаңа ережелер. Ол жерде мүлдем басқаша, барлығы бөлек. Сол үшін сіздерге кеңес беретінім, бірінші кезекте өзіңіздің отбасыңыздағы көркем мәмілені қалыптастыру. Енді жалпы ата-ана жайлы айттық қой. Осы жерде ата-ананы айтып кетейік. Кез келген ата-ананың тәрбие беру әдісі, тәрбие беру әдісі екіге бөлінеді. Ол плюсовой және де минусовой. Мына жерге әдісі деп жаза салайын. Яғни қараңыздар, әдісі. Ол қалай? Кейбір ата-аналар баласына оңбаған деп айтып жатады. Шын мәнінде оңбаған деп мүлдем айтуға болмайды. Неге? Өйткені баланы оңбаған деп айтқан сайын ол баланың жолы болмайтын болады. Бұл жерде ата-ананың тәрбие беру әдісі минусовой. Яғни минус. Балаға оңбаған деп айтып жатыр да, бұл дұрыс емес. Бірақ ниеті қандай? Ата-ананың ниеті қандай? Ата-ананың ниеті әрқашан плюсовой. Яғни ниеті әрқашан дұрыс, осы балам адам болып кетсе екен, осы балам дұрыс болса екен дейді. Бірақ біз балалық шағымызда олардың мына плюсовой ниетін біз түсінбейміз. Біз түсінбейміз, не себепті ол ұрсып жатыр, не себепті осындай сөздер айтады, неге рұқсат бермейді деген сияқты біздің ата-анамыз да оны ашып айтпайды ғой. Сол үшін қыздар, ата-ананың балаға беретін тәрбие беру әдісі ол плюсовой және минусовой болады, ал ниет ол әрқашан плюс. Ниет ол әрқашан жақсы. Ішкі жүрегіндегі түбіндегі ниет әрқашан дұрыс болады.